Қайырлы күн студенттер, сіздермен бірге сызу пәнінің оқытушысы Мұхангалиева Нұргүл Нұржанқызы. Бүгінгі сызу сабағымызда құрылыс материалдарының шартты белгілерін қарастырамыз. Жоспар: бірінші, құрылыс материалдардың атқаратын рөлі; екінші, қабырға, терезе, есіктердің тағайындалуы мен сызбада орындалуы; үшінші, түтін жүретін жолдар мен желдеткіш, үңгірлер және басқыштардың сызбада орындалуы. Жалпы құрылыс материалы дегеніміз не? Ғимараттар мен имареттерді салғанда, жөндегенде пайдаланатын табиғи және жасанды материалдар болып табылады. Ғимараттар мен имареттердің қызметі мен пайдалану жағдайына қарай, яғни құрылыс материалдарының әр түрлі талаптар қойылады. Құрылыс материалдарын жалпы және арнайы деп екі түрге бөліп қарастырамыз. Жалпы пайдаланатын құрылыс материалдарына цемент, бетон, ағаш материалдары жатады. Арнайы пайдаланатындарға, яғни аустикалық, дыбыс ұстағыш болып қалыптасады. Жылу ұстағыш, отқа төзімді материалдарды айтамыз. Қазіргі заман құрылыстың өнеркәсіп жолына түсуі, ауқымының кеңеюі, дайын құрылыс бұйымдарының үлесін құрылыс материалдарының жалпы өндірісінде ұлғайтуды талап етіп отыр. Зауыттарда жоғары сапада жасалған дайын бұйымдар құрылысшылардың еңбек өнімділігін арттыруға, құрылыс бағасын төмендетіп, қарқын шапшаңдатуға орасан ықпал етіп отыр. Техникалық прогресс қанат жайған ғасырда құрылыс жұмыстары бұрын соңды болып көрмеген зор қарқынға ие. Міне сондықтан құрылыс ісінде түрлі құрылыс материалдарын өндіру үлкен рөл атқарып отыр. Сонау көне заманнан бері қолданып келе жатқан қыш кірпіштердің қазіргі заманның отқа төзімді керамика бұйымдарына, түрлі бетондар мен темір бетондар, керемет полимер материалдарына дейін құрылыста кеңінен пайдалануда. Құрылыс материалдарының түрлері сан алуан. Қазіргі замандағы құрылыста байырғы құрылыс бұйымдары, керамикалық табиғи тас, шынылар мен пластмассалар көп пайдаланады. Ғимаратты салғанда ең алдымен жергілікті материалдар, құм, қиыршық тас, әк тас, кірпіш пайдалану қажет. Құрылыс материалдарының құны жалпы құрылыс құнының 60%-ын алады. Сондықтан құрылысшылар материалдарды техникалық негізделген тұрғыда үнемдеу жұмсауы, тасымалдағанда да сақтықта болуы қажет. Оның үстіне құрылыс материалдарын дұрыс таңдап алу салынатын ғимараттың сапасына, оның ұзақ тұруына және құнына көп мөлшерде ықпал береді. Енді жоспарымызға сай екінші, қабырғалардың тағайындалуы мен сызбада орындалуына тоқталайын. Тағайындалуына байланысты қабырғалар әртүрлі материалдардан болады, бетоннан болады, кірпіштен, табиғи немесе жасанды тастан, ағаштан тұрады. Қабырғалар сыртқы және ішкі болып бөлінеді. Сыртқы қабырғалар, яғни қыста салқыннан сақтанса, жаңбыр, қардан сақтайтын болса, ал жазғы уақытта, яғни ыстықтан сақтайды. Климаттық жағдайлармен жасалған материалына байланысты қабырғалар әртүрлі қалыңдықта, яғни тұрғызылады. Ішкі қабырғалар негізгі және ара қабынды болып бөлінеді. Қабырға болып бөлінеді. Негізгі қабырғаларды әдетте сыртқы қабырғалар үшін қолданылған материалдан тұрғызады, бірақ қалыңдығын сәл жұқа болады. Сонымен бірге түтін жолдары мен желдеткішке арналған үңгірлер ескеріледі. Бір бөлмені екінші бөлмеден бөлетін ара қабырғаларды ағаш, кірпіш, гипсті бетон және басқа тағы материалдардан тұрғызады. Төменде сыртқы қабырғалардың өлшемдерін көрсетіп отырмын, яғни ірі кескіндерде 400-500 мм-ге дейін, жеңіл бетон тастар 420, яғни екі кірпіштен болатын болса 510, ішкі негізгі қабырғалар бір кірпіш жарымнан болатын болса 380, ірі панельдер болатын болса 140 мм, ағаштан болатын болса 220 мм-мен қалады. Ал енді ара қабырғалар болса гипс пен бетон тақтайшалары 100-120 болады, ағаштан болса 120 болады, кірпіштен болатын болса жарты немесе бір кірпіштен қолданылады да, оның өлшемі 120 немесе 200 мм-ге дейін барады. Жалпы терезе өлшемдерінің тағайындалуы мен сызбада орындалуына мән берген жөн. Жоғарғы жақта беріліп отырған атаулы терезе өлшемдердің тағайындалуы мен сызбада орындалуы. Терезе өлшемдері құрылыстың тағайындалуына байланысты, яғни тұрғын үйге арнайы қойма, қосалқы орын, тағы да басқа ғимаратқа пайдаланылады. Яғни терезе тұтас немесе 2-3 жармалы болып, балкон есігімен түйіскен болуы мүмкін. Өлшемдерін белгілеп алған соң, ғимарат периметрінің бойы мен аралықтарды ескере отырып, терезелерді орналастырады. Терезе биіктігінің өлшемдері 850-ден 1800 мм-ге дейін болады. Олар ені бойынша бір жармалы болса 750-ден 850 мм, қос жармалы 1200-ден 1000 мм-ге дейін, үш жармалы болатын болса 1800-ден 2100 мм-ге дейін болады. Осы оң жағыңызда, слайдтың оң жағына көз жіберетін болсаңыздар, терезенің графикалық белгісі көрсетілген.
Есіктердің тағайындалуы мен сызбада орындалуы. Есіктер тағайындалуы бойынша сыртқы және ішкі, ашылуы бойынша айқара ашылатын, жылжымалы, қатпарлы, айнымалы және перделі болады. Айқара ашылатын есіктер тұтас немесе жармалы болады. Есіктің ені мен биіктігі құрылыстың тағайындалуына байланысты болады. Қойма, дәретхана, жылу бөлмесі үшін 730 мм қарастырылады. Ас үй үшін бір қанатты болса 800 мм. Бөлме аралық есіктер бір қанатты 1000 мм, сыртқы есіктер екі қанатты 1400 немесе 1800 дейін аралықта қарастырылады. Барлық ішкі есіктердің биіктігі 2000 мм. Сырттан кіру есігі 2030 мм болады. Пәтерден сыртқа баспалдаққа шығатын есіктер ішке қарай, сырттан кіру есігі сырттан қарай ашылуы тиіс. Жұп есіктер болса, екеуі екі жаққа айқара ашылады. Бұл жерде сіздерге мен жаңағы беріліп отырған есіктердің жаңағы ішке қарай, сыртқа қарай айқара ашылатын, яғни есіктердің шартты белгісін көрсетіп отырмын. Сызбада орындалуы. Үшінші, жоспарымызға сай түтін жүретін жолдар мен желдеткіш үңгірлер және басқыштардың сызбада орындалуы. Түтін жүретін жолдар және желдеткіш үңгірлер, пеш пен ас плиталарын сызбада негізгі қабырға жанастыра түтін жүретін жолдар, үңгірлер көзделген жерде орналастырылады. Желдеткіш үңгірлердің үнсіздік ауасын тазартады. Қажет ететін жуыну бөлмесі, дәретхана, ас үй қабырғаларына қуыс үңгір қалдыру арқылы орналастырамыз. Яғни бұл жерде сіздерге кесте беріп отырмын. Кестенің ішінде жылыту пеші, тасымалданатын электр жылыту пеші, ас плитасы, яғни жалпы белгісі бойынша тұрақты газ плитасы, тұрақты электр плиталарының графикалық белгілерін көрсетіп отырмын. Жалпы басқышқа келетін болсақ, басқыш сызбада қалай орналасады? Яғни сіздердің алдарыңызда басқышты көріп отырмыз. Бұл жерде басқыш жалпы қақпасында басқыштың көлбеу орналасқан бөлігін біз марш деп атаймыз. Ал горизонтал орналасқан бөлігі алаң деп аталады. Басқышпен жүру ыңғайлы болу үшін сатысының биіктігі 18 см-ден аспау қажет, ал ені адамның табасының ұзындығынан 27 см кем болмау керек. Сатының ең ыңғайлы ені 30 см, биіктігі 15 см. Құрылыстарда терезе, есік, басқыш, осы басқа элементтердің барлығы, яғни кестеге қарай беріліп отыр. Осы кестеге байланысты сіздерге мен жаңағы басқыштардың марш бойынша орналасуы және алаң бойынша орналасуын сіздерге сызбадағы шартты белгілерін беріп отырмын. Үйге тапсырма. Осы бүгінгі оқып отырған сабағымызды барлығын қамти келе, құрылыс материалдарының шартты белгілері, яғни бірнеше шартты белгілер, ағаш, бетон, тас, темір бетон, төзімді тас, бірнеше түрі бар ғой. Осы түрлерін сіздер A3 форматына, яғни A3 сызба қағазына құрылыс материалдарының шартты белгілерін сызбаға түсіресіздер. Графикалық жұмысы бойынша ғимарат элементтерінің және санитарлық техникалық жабдықтардың шартты белгілерін және сызбада есіктің шартты белгілерін осы A3 форматына орналастырасыздар, сызасыздар. Ғимараттың негізгі элементтерінің барлық беріліп отырған шартты элементтерін A3 форматына орналастырасыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.